Жаһан жаңалықтары. Италияда баспана мәселесі ушығып тұр. Күнделікті құқық қорғаушы күштер жүздеген адамды қарыз үшін үйлерінен шығарып далаға қууға мәжбүр. Қызметімен қатар баспанасынан айырылған жұрт қайда барарын білмей шарасыз күйге түскен. Олардың дені тіпті 30 шаршы метр болатын үйді жалдай алмайтын жағдайға душар болды. Ал елді тұрғын үймен қамтамасыз ету тиіс әлеуметтік бағдарламалар сәтсіздікке ұшыраған. Әлеуметтік және муниципалды тұрғын үй барлығына бірдей жетпейді. Мемлекеттік мекемелер келтірген дерек бойынша шамамен 3 миллиондай отбасы баспанаға мұқтаж, ал 40 мыңға жуық отбасы шаңырағынан айырылып дала кезіп жүр. Дағдарыс қыспақ қалған елде жалдамалы ғимараттардың бағасы аспандауда. Дей тұрғанымен кей деректерге көз жүгіртсек, 3 миллион адам үй-күйсіз жүрсе де, 3 миллион пәтер бос тұрған көрінеді. Мен не істей аламын? Егер полиция келетін болса, мен соңына дейін қарсыласатын боламын. Екі баламмен мен қайда барамын? Ары қарай не істейтінімді білмеймін.